Мынау сенің оқу құралдарың. Оларды ұқыпты ұстауға тырыс. Сенің құрал әбзелің таныстырсын өздерін. Қалам. Жорғаласам ізімнен, інжу маржан тізілген, ең керекті құралмын, тұмсығы үшкір бізіңнен. Дәптер. Аппақ таза тұрамын, 12 бет құрамым, менсіз бала мектепке шыға алмайсың бір адым. Өшіргіш. Сурет салсаң меніңде, тұрарым бар сенімде, қате кетсе ашына, ренжіме жасыма, түзетуге ол тұсты, мен жетемін қасыңа. Кітап. Шарық татып қиялың, зердеңе ой құямын, табыстырам бәрімен, өлең жыры әніммен, өрісіңді кеңейтер, шежіре айтып әріден, қысқасы ілім білімнің, бәрімен. Сөмке. Саған қолғанаттаймын, текке қарап жатпаймын, кітап қаламсабыңды жиын терін сақтаймын. Үшінші сабақ. Оқу құралдары. Бірінші тапсырма. Тыңда, сұрақтарға жауап бер. Портфель. Бірге бастап жол басын, бірге оқуға барғансың. Қолыңдағы портфелің 7 жастан жолдасың. Сырласыңдай портфелің, шын досыңдай портфелің, жүреді оның ішінде кітап, қалам, дәптерің. Несіпбек Айтұлы. Бейне жазбаны тамашала, сұраққа жауап бер. Мынау сызғыш, мен сызғышпен сызамын. Сөмкеде не бар? Қалам, қарындаш, сызғыш, желім, кітап, ұштағыш, өшіргіш, қайшы, дәптер.